Бүгінгі видеода эндометриоз туралы айтатын боламыз. Эндометриоз дегеніміз не? Оның қандай белгілері бар және ол не үшін пайда болады? Эндометриоз бен эндометритті шатастырып алмау керек. Эндометрит дегеніміз ол жатырдың ішкі кілегей қабатының қабынуы. Ал эндометриоз кезінде жатырдың ішкі эндометрий қабаты жатырдан тыс жерлерде орналасады және сол жерде осы эндометрий сияқты қызмет атқарады. Осы эндометриозды айтпас бұрын кішкене жатырдың құрылысына тоқтала кетсек. Жатыр бізде 3 қабаттан тұрады. Ең сыртқы қабаты периметрий, ортаңғы қабаты қалың қабат, бұлшықетті қабат болады, ол миометрий, және ең ішкі кілегей қабаты осы эндометрий қабаты. Осы эндометрий қабаты әйел адамды жүктілікке дайындайды және менструация осы эндометрий қабатта өтеді. Жатырдың жалпы ұзындығы 4-7 сантиметрді құрайды, қалыңдығы 4-5 сантиметр, ал ені бар болғаны 4 сантиметр. Жатыр босанған әйелдерде, бала туған әйелдерде 80 грамм, ал әлі босанбаған қыз балаларда 40-60 граммды құрайды. Енді эндометриозға келетін болсақ, эндометриоздың өзі орналасуына байланысты генитальный және экстрагенитальный деп бөлінеді. Генитальный дегеніміз ол жатырда орналасқан эндометриоз, ал экстрагенитальный жатырдан тыс аймақта орналасқан эндометриоз. Экстрагенитальный эндометриоз кезінде ол эндометриоз тік ішекте орналасуы мүмкін, теріде, кіндікте, қуықта, тіпті өкпеге дейін орналасуы мүмкін. Ал генитальный эндометриоз дегеніміз тек осы жатырдың аймағында орналасады. Генитальный эндометриоздың өзі ішкі және сыртқы болып бөлінеді. Ішкі генитальный эндометриоз дегеніміз ол аденомиоз. Оның өзі 4 дәрежесі болады. Бірінші дәрежесінде жаңа эндометриоз ішкі эндометрий қабаттың тек кілегей қабатында орналасады. Ал екінші дәрежесінде бұлшықет қабатында орналасады. Ал үшінші дәрежесінде жатырдың бүкіл қалыңдығында орналасады. Ал төртінші дәрежелі аденомиоз кезінде осы эндометрий тіпті париетальды ішпердеге дейін кетіп қалуы мүмкін. Ал сыртқы эндометриоз дегеніміз, сыртқы генитальный яғни эндометриоз, бұл кезде жаңа эндометриоз жатырдың түстіктерінде және аналық безде орналасуы мүмкін. Қазіргі уақытқа дейін эндометриоздың нақты себебі әлі анықталған жоқ. Оның не үшін пайда болатыны туралы және қандай әйел адамдарда пайда болатыны туралы әлі анықталмаған. Бірақ бірнеше қауіп факторларын атап өтуімізге болады. Ол яғни эндометриоз кез келген 35-45 жастағы репродуктивті әйелдерде болуы мүмкін. Яғни босануға қабілетті әйел адамдарда кездесуі мүмкін. Сонымен қатар әйел адамдардың организмінде эстроген гормонының жоғарғы болуы, иммунитетті төмендететін көптеген иммундық жүйенің бұзылыстарына әкелетін аурулар болса, сонымен қатар ұзақ уақыт жүктіліктің болмауы, жиі жатырлық араласулар, яғни аборттар жасау, жатыр ішіне қырындылар жасау, осы қауіп факторларының бірі болуы мүмкін. Және жатырға операция, яғни кесір тілігі арқылы босанулар да бір әсерін тигізуі мүмкін. Және ең соңғы осы тұқым қуалаушылық, яғни әйел адамның анасында немесе басқа әжесінде осындай эндометриоз болса, ол тұқым қуалаушылық арқылы берілуі мүмкін деген болжамдар бар. Бірақ бұл 100% жағдайда эндометриоз болады дегенді білдірмейді. Енді эндометриоздың белгілеріне, симптомдарына келетін болсақ, ол қалай көрінеді? Ең бірінші қатты ауырсыну сезімі. Яғни менструация кезінде немесе менструациядан кейінгі ұзақ уақыт болатын кіші жамбас астауындағы қатты ауырсыну сезімі болуы мүмкін. Кіші дәретке шыққан кезде ауырсыну сезімі болуы мүмкін. Және үлкен дәретке шыққан кезде де ауырсыну сезімі. Сонымен қатар жыныстық қатынасқа түскен кезде де қатты ауырсыну сезімі болуы мүмкін. Екінші жағдай дисменория, яғни бұл кезде менструалды цикл кезінде
менструация болмай жатқан кездің өзінде де қан кетулері болуы мүмкін, және менструация кезінде көп мөлшерде, бұрынға қарағанда көп мөлшерде етеккірдің келуі, сонымен қатар етеккірдің ұзақ уақытқа созылып келуі, және етеккір біткеннің өзінде де қоңыр түсті, ұзақ уақытқа дейін қоңыр түсті жаңағы бөлінділердің бөлінуі болып табылады. Сонымен қатар әйел адамдар көбіне бала көтере алмау себебімен осындай проблемамен дәрігерге барады көбіне. Сонымен қатар ұзақ уақыт организмде етеккір келген кезде де әйел адамдарда анемияны туғызады ол. Бұл эндометриозды бастапқы кезеңдерінде емдеуге болады, гормоналды дәрілер арқылы емдейді. Сол көбіне осы қатты ауырсыну сезімі және менструация қатысты емес қан кетулер болған кезде бірден дәрігерге қаралу қажет. Көбіне асқынған уақытқа келген жағдайда ол ауыр асқынуларға әкелуі мүмкін. Эндометриозды киста пайда болуы мүмкін. Ол кезде осы эндометриоз клеткалары аналық бездің ішінде қалады. Сол кезде де менструация сияқты соның ішінде етеккір келеді. Етеккір келген кезде осы аналық без іші қанға толып, жаңа эндометриозды киста пайда болады. Ол эндометриозды киста ішінде қою түсті, шоколад түсті тәрізді қан деп аталады. Бұл эндометриоз кезінде тек өзегеге түсіп қана қою жеткіліксіз болып табылады. Өйткені эндометриоз клеткалары тікішекке дейін дененің басқа жерлеріне де орналасуы мүмкін. Бұл кезде МРТ-ға түсу керек және лапароскопиялық тексерулер арқылы зерттеуге болады. Көбіне емдеуі жаңағы бастапқы дәрежелерінде гормональный дәрілермен, гормональный спиральдар арқылы емдейді, ал асқынған жағдайда жаңағы операциялық көмекке жүгінуге тура келеді. Сол себепті асқындырып алмай, егер етеккір жүйесіз түрде келетін болса және қатты ауырсыну сезімі болатын болса, бірден дәрігерге қаралу қажет.